Қайырлы құрметті көрермен, эфир тізгінінде мен Қарақат және курстастарым Аида мен Аружан. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз журналистикаға келе жауымыз. Мектеп қабырғасында соңғы жылдары қандай мамандық таңдаймыз, қандай жоғары оқу орнына түсеміз деген қызықты қарбалас сәттер өтіп жатқан кезде әрине қызықты сәттері де қата жүреді. Осы орайда қызықты сәттеріңізді еске түсіре отыра, бұл салаға қалай келгеніміз жөнінде әңгімелейміз. Экраннан алыстамаңыздар. Сәлем қыздар, сендермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Тақырып өте түсінікті деген ойдамын. Жалпы мектеп демекші келер жылда бітіргенімізге 3 жыл болады екен. Осы орайда мектептегі қызықты оқиғаларыңды айтып, ортаға салып отырсаңдар. Я, қыздар, шынымен де қарап отырсақ, мектеп бітіргелі 3 жылдай уақыт болып қалыпты. Сонау 2021 жылға мектепті енді бітіріп, қай оқу орнына түсем, кім болам деп басымызды қатырып жүрген кезге бір оралғым келіп тұр. Жалпы айтады ғой, 11 сынып ол қарбаласпен өтеді деп, я. Білмеймін, әйтеуір бітіруші түлектеп неше түрлі мектептегі іс-шара болсын, концерт қойылымдардың барлығын бізге қойғызатын. Тіпті онша бір 11 сыныпқа дейін араласа қоймаған сыныптастарымызбен де жақсы бір арақатынас орнатып, бәріміз бір үйдің балаларындай болып кеткен едік. Оның үстіне ұлттық бірыңғай тестілеу бар. Енді ол барлығымызды стресске, үлкен депрессияға түсірген кезеңдердің бірі, емтихандардың бірі. Оны тіпті айтқым да келмейді, шыны керек. Осы сыныптастарымен әлі дейін байланыс ұстайсыңдар ма? Бастапқы бірінші курсқа түскен кезде, WhatsApp чатта сөйлесіп, қал жағдай сұрасып жазып тұратынбыз. Бірақ қазір енді 3 жылдай өтті, ондай бір сөйлесу күнделікті болмайды. Себебі әркімнің өз ортасы бар дегендей, біз өзгердік, өмір өзгерді дегендей, тіпті арамызда тұрмыс құрып, балалы болып отырған қыздар бар, шетел асқан, шетелде оқып жатқан қыздар бар. Яғни әркімнің ортасы араласатын қыздары бөлек дегендей, енді ешқандай реніш жоқ, бастысы көрген кезде аман саулығымыз түзу, оны өзі жетіп артылады деп ойлаймын негізінде. Айда, рахмет. Енді Аружан, сенің қызықты сәттеріңді тыңдай отырса? Енді менің қызықты сәтім ол менің мектепте әртүрлі мінезбен қалыптасып қойғаным есте қалады. Яғни мұғалімдер мені әртүрлі мінезбен күнде көреді. Яғни мен кейде көңілді жүрсем, кейбір күндері ойға шомып, ойланып кететін кездерім де болды. Ал қалған күндері болмашы нәрсеге дейді ғой, ашуланып, ренжіп қалған кездерім де болды. Содан кейін мен парталасымен кез келген нәрсеге сөзге келіспей, парталасымен бір қазанға басымыз сыйыспай, сөзге келісіп қала беретін болдық та. Ол маған кітап берсе, мен бермей қалам, ол маған кітап берсе, мен онымен бөліспей қалам деген сияқты сондай бір қызықты сәттерім есіме түсіп отыр. Тіпті соны көрген сыныптастарымда бізге күліп, ойбой, сендер деген бір партада отырып, жиі кәдімгідей сөзге келісіп қаласыңдар деп бізге кәдімгідей әңгіме айтатын болды. Соны ойласам, бір балалықтың бір белгісі деп ойлаймын. Мына бір оқиғаға қарап, мен мына сәтім есіме түсіп тұр. Соңғы қоңырауға барлығымызды лента тағамыз ғой. Ұмытып кеттік та? Айта берсінші. Осы Аружанның оқиғасына қарап, мен де мына бір оқиғам есіме түсіп тұр. Жалпы соңғы қоңырауға барлығымыз лента тағып шықтық қой. Сол лентаның түсін таңдаудың өзі кәдімгідей жыр болған біздің классымызда. Мен де басымнан өткен кәдімгідей келіспей, түсті де келіспей, күнде чатта айқай болады, күнде келіспейміз. Сол соңғы қоңырау жақындаған кезде бізге старостамыз WhatsApp чатқа лентаның түрлерін жібереді. Қараймын, что-то мына варианттар маған ұнамайды. Сосын дейтін бүкіл класс бордовый лентаны таңдап жатады. Бірақ маған сосын Юля дейтін қыз болатын, орыс қыз. Сол екеумізге білмеймін неге екені белгісіз енді. Бірақ бордовый цвет бізге ұнамай қалады да, екеуміз ойлаймыз, өмірімізде бір келетін соңғы қоңырау, соған қалай өзіміз қалап тұрмыз, солай шығайық дейміз де. Бүкіл класс бордовый таңдаса, жалғыз екеуміз молочный лентаны таңдаймыз ғой. Сөйтіп, енді ана жерде 3-ші дүниежүзілік соғыс басталады ғой. Бүкіл класс дейтін бордовый таңдаса, біз дейтін өзі дегенімізден қайтпай молочный дейміз. Ақыр соңында бүкіл класс басқа түс, жалғыз екеуміз мүлдем молочныймен шыққанымыз бар енді. Енді сол кезде класстың кішкене бір қыдығына тисек те, қазір айтады сол сыныптастарым ертең енді 5 жылдық, 10 жылдық келе жатыр ғой. Сол кезде кездескенде бір күліп еске алатындай ситуация жағдай деп. Айда, негізі лентаны айтып отырсың ғой, мен осы оқиға маған есіме түсіп кетті. Бізде кезінде лентамен таласқанбыз. Бізде
бастапқыда бәрі бордовый цвет деді, маған ұнаған жоқ. Енді барлығы бір цветке, барлығымыз қалай айтсам екен, шешімге келе бордовый цвет таңдадық. Маған енді ұнаған жоқ, енді сыныптастарым көңілі үшін соны таңдадым. Бірақ енді сол бордовый цвет үйде тұр, былай қарасам, өте тым жақсы әдеміленіп тұр. Негізі иә. Мен неге оны жақсы көрмедім, жақтырмадым деп ойлаймын. Мен де негізі сондай ойлар келеді. Негізі 11-ші сынып оқып жүргендіктен сондай болады деп ойлаймын. Жалпы енді қыздармен екеуінің де оқиғаларын айтып жатсыңдар, енді мен өзімнің оқиғамды айтсам, қарсы болмасаңдар. 11-ші сынып кезі барлығымыз сыныпқа жиналдық. Осы кезде бәріміз ақылдасамыз, әрқайсымыздың туған күніміз болса, соған жиналамыз деген. Біздің сынып жетекшісіміз өте қатал, жас үлкен кісі, бізді өте қатты бақылауда ұстайтын, өзінің қатаң ережелері болатын. 8-ші сыныпта ақпаған бантикті бізге таққызып қоятын. Таңертең ерте келдік. Бізде де ондай болған. Беттерін сүтінде анау деп. Сол апайдың қандай екенін білеміз де, әрбір туған күнді ертерек құттықтаймыз. Уақыттан 2 сағат бұрын. Алғашқы туған күн өтті, 9-ші қыркүйекте. Екінші қыздың тағы туған күн жақындап келе жатыр екен. Соған дайындалдық, бір күн қалды. Барлығымыз мәз болып жүрміз, уақыт жақындады, құттықтадық. Бір кезде фотоға түсіп мәз болып жүрген кезде апайымыз звондайды. Мәссаған. Сендер не істеп жүрсіңдер деді бізге. Апай қайдан біліп қойды десем, ата-аналар группасында айқай болған екен. Менің балам жоқ дейді. Менің балам қайда деген ғой. Арамызда бір бала өзінің ата-анасын ескертпей, рұқсатынсыз кетіп қалған. Оның ата-анасы негізі баласын тоже қатты бақылауда ұстайтын ата-ана, сондықтан қатты іздеген көрінеді. Осы кезде бүкіл ұйымдастырған жоспарымыздың бәрі талқан-бұлқан болды. Енді апай звондаған кезде сразу үйімізге қайттық. Себебі апайымыздың қандай екенін білеміз. Таңертең келдік сабаққа. Сабаққа келсек, апай бізде бірінші сабақ математика айтсынан сұрап алған екен. Келді, нағыз лекция басталды, айқайлап жатыр, дауысы деген жер жарады апайдың. Айтып жатыр. Осы кезде түсініктеме жазыңдар, кім ұйымдастырып бәрін басынан аяғына дейін жазыңдар дейді. Түсініктемелерін қазір қоңырау болады, сол кезде маған қайтарыңдар деді. Сол кезде мен апай деймін, не болды дейді. Әжетханаға барып келсем бола ма дейді. Сол кезде апайдан түсінбей қалған сияқты. Дейді, қан қоңырау болады, сонда барасың дейді. Сосын бір тұрдым, апай мен түсініктеме жазбаймын дедім. Неге жазбайсың дегенде, мен жазуға міндетті емеспін. Бастысы менің ата-анам жіберіп тұр. Мен неге сізден рұқсат сұрап жүру керекпін? Мен сіздің жеке қолыңыздағы мал емеспін. Соңғы жылымыз неге өзіміз қалағандай уақыт өткізе алмаймыз? Түнгі 1-ге дейін жүреміз бе, 2-ге дейін жүреміз бе? Бастысы ата-анамыз жіберсе болды ғой деген екеуміз ұрсып жатырмыз. Бір кезде апай мені тыңдамайды. Жымың келгеннен қолым автомат түрде партаны ұрып кетеді. Ананың дауысы қатты шықты. Қасында парталасын шығып кетті ғой. Қолым дейтін әншеден қышып кетті да, қыздар енді тұр білдірмеймін ғой енді. Қарғатсың я партаны ұрасың дейді. Сасы уақытта қап. Апа енді өзіңіз ғой. Талшы ұрсып кетемін. Мені сынып деген тып-тыныш. Апай екеуміздің дауысымыз тек. Осы кезде менің қолдап бір қыз қосылады. Апайға қарқа тұрып айтып жатыр. Сен қыз аузыңды жапып деді. Осылай қырылдық енді, содан кейін мен ұрысқаныма өте қатты өкініп қалдым. Апайдың көзіне тура қарауға ұяламын бар ғой. Әлі күнге дейін? Иә, әлі күнге дейін. Мен негізі мектепке жақын тұрамын. Апам сонда жұмыс жасайтындықтан маған баруға тура келеді. Барған сайын апайды көремін ба? Сосын өтірік қалжақтан, апай қалайсыз, жұмысыңыз қалай болып жатыр деп сұраймын енді. Ол апай енді мені содан кейін жақтырмайды енді. Көзқарасы басқаша ма? Көзқарасы өзгерді, енді мен оның сүйікті оқушысы емеспін да. Оның ережелеріне бағынған жоқпын деген сияқты. Бана қарақат айтып кетіп жатырсың ғой. Өз сыныптастарың жоспарыңды бұзғанда сен өзіңнің ісің өнбей қалыпты, иә? Сол жоспарды бұзған балаға реніш болды ма? Енді шынымен енді реніш болды ғой, енді ұйымдастырған жоспарымыз істен шықты, енді түнге дейін уақыт өткіземіз ба деп ойладық қой. Енді сол реніштен кейін
7 мамыр. 7 мамыр балдардың мерекесі ғой. Иә. Сол жақындаған кезде өзіміз қыздар болып бір нәрсе ұйымдастырдық, пикник жасаймыз деп. Ол баланы шақырған жоқпыз. Мәссаған. Сол оқиғадан кейін ол бала күйзеліске түскен жоқ па? Ол бала енді негізі сол кезде енді біз күйзеліс туралы ойламаймыз ғой негізі. Иә. Даже мән бермейміз ғой. Іс әрекетіміз дұрыс болған жоқ. Енді шақыруға болатын еді, бірақ енді ол бала өзінің кесірі деп ойлаймын, ата-анасына айтып, кішкене түсіндіріп. Енді бір жағынан балалықпен де болған нәрсе ғой ол. Иә, бірақ қазір ойлап отырсам, біздің іс әрекетіміз өте балалық нәрсе деп ойлаймыз. Иә, өте қате болды. Менің де жаңағы ісімде негізі балалықпен болған, лентаны таңдау деген сияқты. Иә. Енді 11-ші сынып, онсыз да қарбаласпен өтеді ғой. Иә, қарбаласпен өтеді. Енді күйзеліс деп айтып жатсың ғой, Аружан, енді осы орайда 11-ші сыныпта күйзеліске түскен кездерің болды ма? Күйзеліс дейсің бе, жаңа айтып жатырмын, 11-ші сынып ол қызығы мен шыжығы қатар жүретін кезеңдердің бірі, иә. ұбт бар, қай мамандыққа түсем дейсің, грантқа түсе алам ба, жоқ па деген бір сан саққа кететін ойлармен жүресің. Осы бір ойлармен қатар мен 11-ші сыныптың басында өзімді қатты жалғыз сезініп қалғаным бар. Себебі әр мектепте болады ғой, андай 2-3 қыздан құралған, бүкіл мектепке танымал сондай қыздар болады ғой, орта. Сондай орта менде де болған. Альбина, Катя, мен 3 қыздан құралған. 3-тік едік. Ол 2 қыз, біреуі басқа мектепке, біреуі басқа елге көшіп кетеді. Басқа елге дегенім, жаңағы Катя ол кореянка қыз, өзінің еліне, яғни Кореяға қоныс аударады, ал Альбина болса мүлдем басқа қалаға, басқа мектепке ауысып кетеді. Енді сол жағдайдан кейін мен ойлаймын ғой, соңғы жылымызда енді бірге өткізбейміз бе, жалғыз қалам ба деген сияқты іштей бір сағыныш болды. Қимастық деген нәрселер көп. Бірақ енді ол жағдайды сол кезде жүрегіме қатты қабылдасам да, қазір ойлаймын енді сол кездердегі өтпелі кезеңдер деп. Енді ол қыздармен қазір байланысымыз үзілмеген, арамызда мыңдаған километр жатса да, әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз. Балалық достар олар мәңгілік дейді ғой бәрібірде. Балалық достың орны бөлек, студенттік өмірдің, яғни студенттік достың орны бір бөлек. Әрине ол. Негізі менде де сондай 3-тік топ сондай болды. Мектепке танымал деген сияқты өзің айтып отырсың ғой. Иә. Сол арамыз біз қазір араласпаймыз енді. Оның арасында тек бір қызбен ғана араласам, Алматыға көшіп кетті. Алматыда оқиды, енді бірақ каникулда осы жаққа келіп, екеуміз бір-бірімізбен уақыт өткіземіз. Екінші қыз қазіргі уақытта тұрмысқа шығып кетті. Енді өзімнің негізі әрбір 11-ші сыныптың бастар алдында немесе болған кезде енді күйзеліс болады ғой. Мен 11-ші сынып оқымай тұрған кезде менде күйзеліс басталды. Негізі мен кішкентай кезімнен қолөнерге, суретке, мысалы, қолдан шығатын дүниелер бар ғой, соған қызығатынмын. Сол кезде 11-ші сыныпқа дейін мен ойладым, дизайн мамандығына түсінемін деп. Дизайн? Иә, тіпті маған ата-анам 13 жасымда тігін машинкасын алып берейін болатын, өзімнің өтінішіммен. Енді сол кезде 11-ші сыныпқа 1 ай қалды, каникул дегенде үйде босқа жатырмын. Сол кезде мама айтады, көрші жерде құрғақ көрпе тігеді, барып көресің ба деді, жұмыс жасап бір жағынан өзінде уақыт өткізесің деп. Сосын барып көрейін дедім. Сол кезде барсам, барлығы іші шашылып жатыр. Андай бардақ болып жатыр да. Құлшынысың басылып қалды ма? Иә, жоқ, одан емес, маған дым түсіндірген жоқ, қалай жасалу керектігін. Негізі маған түсіндірсе, мен құрғақ көрпені тез алып кетемін да. Сол кезде енді жиялан яғындай жоғары тұр менде. Бір нәрсені көрсетсе, мен тез алып кетемін. Сол кезде ана апа маған түсіндірген де жоқ, тігін машинканың алдына отырды, бір не істеді. Сол кезде мен тігін машинкасын бүйтіп бір жерін ұстағанда анау быт шығып жатқанын мен көрдім. Сол кезде бүйтіп дұрыстайын дегенде апай келіп, сен құсына машинканы бүлдіріп тастадың ғой дейді маған. Мен тыңдағысы келгенде жоқ. Сен лучше үйіңе қайт, сен қолынан дым келмейді, лучше сабағын оқы деді. Мына сөзге қалай депрессияға түспейсің, айтыңдаршы маған. Бүкіл балалық нәрсенің кәдімгі 11-ші сыныпқа дейін дизайн болам деген желанем сол кезде түсіп кетті, бір адамның кесірінен. Сен оның үстіне ол дизайнды мамандық ретінде қарастырып отырсың, иә? Мамандық кезінде қарастырдым, жеке өмірде де алып жүремін деп. Тігу сенің қолынан келмейді деп құлшынысыңды басып жіберді.
қолымнан келмейді дегенде емес, негізі ол кісінің ғана сөзінен жиған емес қатты ойланбай айтқан сөзі деп ойлаймын. Уақыт өте келе мен өзімнің дағдыларым өше бастады. Сурет сала алатын едім, мен негізі мақтаған сайын менің дағдыларым төмен түседі. Мені өзім ұнатпайтын адамдар мақтаған қаламаймын. Дағдыларым түсіп кетеді. Енді бірақ енді журналистика саласына келе отырмын ғой. Енді қазір уақытта журналистика мамандық өзіме ұнайды. Себебі қоғам алдында, көптің алдында еркін сөйлей аламын. Журналистикаға түспес бұрын көптің ұялатынмын. Үйге қонақ келсе бір бұрышта тығылып отыратын. Қарақат шық деп. Шықпаймын. Мен кетіңді шықпай деймін. Бір бұрышта отырамын. Сол туысқандар келеді. Мен солай бір журналистикаға түстім. Енді барлығы айтады, Қарақат журналист болыпты. Журналист қыз тілек айтшы дейді. Тост айт деп. Сол кезде басталды. Автоматын уже еркін сөйлеп кеттім сол кезде. Камераның алдында да қысылатын, енді көріп отқандай камераның алдында өте еркінмін. Күле де аламын, эмоция да шығара аламын дегенде. Солай қазір уақытта осы мамандығым өзіме ұнайды. Бұл салада қателеспегенімді түсінемін. Енді дизайн мамандығына түсе алмасам да, бұл мен үшін қайырлы болды деп ойлаймын. Әрине. Енді мен өзім осы бағытта қалай түскенімді айттым ғой, енді мен сіздерді тыңдасам. Жалпы мен журналист боламын деген ой маған 5-ші сыныпта келген болатын. Сол ойымды арманға айналдырып, арманымды мақсат қылып, журналистика мамандығына түсуге дайындықты сол 5-ші сыныпта бастап кетемін. Жалпы біз кезінде үй ішімізбен кешке қарай теледидар қарағанды жанымыз сүйетін. Папам бар, мамам, сіңлім, мен бармын. 4 көзіміз түгел болып, кешке қарай мысалға Бейсен Құранбектің Айтуға оңайын, Ләйлә Сұлтанқызының Әйел бақытын, Асхат Садырбайдың Шіркін лайф деген бағдарламаларын кәдімгідей тамашалағанды жанымыз сүйетін. Оның үстіне әр каналдан көрсететін кешкі жаңалықтары бар, оларды да үзбей қараймыз ғой. Кейде мен ойлаймын, осы журналистика мамандығына қызығушылығының пайда болғаны осы ата-анамның теледидар қарауды әдетке айналдырғаннан пайда болды ма деп. Жаңа айтып жатырмын ғой, енді 5-ші сыныпта дайындықты бастап кеттім деп, сол жылдары мен мақала жазып жаңағы редакцияға жіберетін болдым. Мен дейтін өзім Құлсарыданмын ғой. Құлсарыда Кенжлой деген редакция бар. Соған дейтін ең алғашқы мақаламды жібергенім әлі есімде. Оның шығу тарихы да ерекше енді. Ең алғашқы мақалам «Уақыт өмір сүруге берілген мүмкіндік» деп аталады. Мен ол кезде енді кішкентаймын, ондай бір өмір туралы толғанатындай, ондай тақырыпта жазатындай жаста емеспін. Бірақ сонда да қазір қарап отырсам, осы уақытқа дейін жазып шыққан мақалаларым арасындағы ең әсерлісі болған осы ең алғашқы мақалам екен. Сосын мамаға андай көрсетем ғой, көрдің өзінің оқырманы болған Кенжлой газетіне енді мен де мақалам шықты деп. Өте керемет. Өзінің ауылындағы газетінде өзінің мақалаңды көрген өте сезім ғой. Осындай мақала жазуға құлшыныс қайдан пайда болды? Өзінің үлгі тұтатын журналистердің немесе тұлғалардың бар ма? Негізі мен Первый канал Евразияны білетін шығарсыңдар барлығын. Сол каналдың, сол арнаның тележүргізушілеріне қатты қызығатын болдым. Мысалға, Асаубек Айымбетов, Гүлназия Жалғасқызы, Айгүл Әбілқали деген журналистердің ораторлық курстарына қатысып, сертификат алатын болдым. Сосын ол сертификатты шығармашылық емтиханда көрсететін портфолио бар ғой, соған салып жинап қоятын болдым. Енді курс деп айтып кеттім ғой жаңа. Сол ораторлық курстың бірінде болған мына сәт есімде кәдімгідей жадымда сақталған, соны айтып берсем. Айгүл Әбілқалимен Зуммен сабақ өтіп жатырмыз. Сол кезде ол кісі маған айтады: «Аида, сен дейтін аспанда қалықтап жүрсің, ойын басқа жақта» дейді. Ал мен болсам кәдімгідей таң қалып тұрмын ғой, қалайша мен телевизордегі адаммен сөйлесіп отырмын деп. Сосын ол кісі маған айтады: «Давай мен саған ашылу үшін сұрақ қояйын. Осы саған қандай жігіттер ұнайды?» деген кезде мен Арыстандай Айбатты, Жолбарыстай Қайратты дегенім бар. Кәдімгідей күлкілі нәрсе негізі. Осы айтып жатырмын ғой, енді 3 жыл уақыт өтті деп. Осы жүріп өткен жолдарыма қарасам, біреуге ұзақ болар 3 жыл мүмкін, біреуіне қысқа деген сияқты осындай күлкілі сәттер негізі менде көп болыпты. Осы орайда мына бір жайтты тағы да айта кету керек негізінде. Мен Қазақстандағы бүкіл журналист, мен танитын тілшілердің барлығының әлеуметтік желілеріне шығып жазатын болдым. Мысалға, Ләйлә Сұлтанқызының Инстаграмдағы дайректіне былай деп жазғаным бар:
өзіңізден үлгі алар болашақ тілші маманына берер кеңесіңіз, айтар ақылыңыз деген сұрақ қоям. Сосын ол кісі маған былай деп жауап береді: бұл жолды таңдауын өзі табандылықтың белгісі. Бастысы табандылық пен танымалдылықты шатастырып алма. Сені алдыңа тарығып жүргенде, қамығып жүргенде, қуаныштан жарылып жүргенде келуі мүмкін. Бастысы ештеңеден қорықпа деген осы бір сөзі мені жүрек түкпірінде жатқан журналист боламын деген жалынымды алаулатып, сол кезде шабыттандырған болатын. Шынымен де қарап отырсам, осы Ләйла Сұлтанқызының мотивациялық сөзі арманымнан адаспай, мінекей журналистика мамандығын 3-ші курс студенті болып отырған жайым бар, подкаст түсіріп деген сияқты. Өте керемет оқиға екен. Ләйла Сұлтанқызының өзі саған жауап берген. Өте жігерлендіреді кәдімгідей. Енді Айданың оқиғасы өте ерекше екен. Сенің бұл салаға қалай келдің? Жалпы менің мамандық таңдауым мектеп кезінде мен әдебиетке қызығатын болдым. Яғни сүйікті пәндерім қазақ тілі мен әдебиет болатын. Және де құқық саласына да өте қатты қызығушылықпен оны жақсы көріп оқитын болдым. Солайша мен мектеп кезінде экзамен дейді ғой, экзамен дайындық барысында, гост экзамен кезінде апайлар бізге тақырып бойынша эссе тақырыптарын беретін болады. Соны мен бір өзімнің қалын дәптеріме жазып жүрем. 60 сөзден кем емес, 70 сөзден кем емес, немесе кейбір 150-100 сөзден аспайтын эсселер жазып апайларыма көрсететін боламын. Сол апайым оқиды да, сенің жалпы жазу дағдың өте керемет, оны ары қарай шыңдауың керек, оны өзің көрсетуің керек деп. Мен жалпы осылай келдім, және де журналист болам деген ой осы менің әдебиетке деген қызығушылығымның арқасы деп білемін. Және де бана сендерге айтып кеттім, құқық саласында менің ерекше жақсы көретін сабақтарымның бірі. Енді осы болашақта менің ең мақсатым, негізгі мақсаттарымның бірі әдебиетті де, қазақ тілді де биік көтеріп, құқық саласында өзімді шыңдап, өзімді дамытып, одан ары қарай өзімді іздеп, осы мамандықтарды игеріп толықтай өзімді ары қарай жаңа бағыттарға бағыттасам деген негізгі осы мақсатым бар. Аружан, осы ниетке жетуіңе тілекшімін. Рахмет. Болашақта сені үлгі тұтатын журналисттен көрейік. Енді журналистке тоқталып жатырмыз ғой. Сендер үшін ой санаңдағы ең нағыз журналист кім? Сендер үшін журналист кім? Менің ойымша журналист ол қоғамдағы болып жатырған оқиғаларды зерттеп, зерделеп, мақалалар жазып, халыққа әртүрлі бағыт бойынша жеткізетін маман иесі деп ойлаймын. Және де халықтың мұң-мұқтажын билікке жеткізіп, оның көкейінде жүрген сұрақтарға тосқауыл болып көмектесетін маман иесі деп айта аламын. Өте керемет. Дұрыс сұрақ қойдың, негізінде Қарақат, сұрағыңа рахмет. Жалпы менің санамдағы журналист ол жоғарғы жақтың билігі мен қарапайым халықтың арасын жалғайтын көпір. Жер шарымызда орын алатын жан тебірентерлік оқыс оқиғалардың астарын ақтарып, елімізде елең еткізетін мәселелердің түпкі тамырынан үліп, толастаған сансыз сұрақтарды зерттеу жолында шындыққа жанасып, жан тоқтамайды. Дұрыс сұрақ қойдың, Қарақат. Мен бұл сұраққа былай деп жауап берер едім. Жалпы менің санамдағы журналист ол жоғарғы жақтың билігі мен қарапайым халықтың арасын жалғайтын көпір. Жер шарымызда орын алатын жан тебірентерлік оқыс оқиғалардың астарын ақтарып, толастаған сансыз сұрақтарды зерттеу жолында шындыққа жанасып, елімізде елең еткізетін мәселелердің түпкі тамырына үңіліп, жаға ұстатарлық жаңалықтар мен ақпараттарды жаһанға жария салатын осы журналист мамандары. Айда, рахмет. Мінекей қырынмен біздің журналистика саласына келуіміз әртүрлі. Бірақ осы салаға келе отыра, біз көптеген мәселелерге көзқарастарымызды өзгертіп, жаңа мүмкіндіктерге жол аштық. Журналист тек ақпарат таратумен ғана шектелмейді. Ол қоғамды, адамды түсініп, әлемді танып біле алатын жан. Осы орайда подкастымызды аяқтаймыз. Келесі подкастта жаңа тақырыппен кездескенше сау саламат. Сау болыңыздар.